Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз тыныс алу жүйесі. Сабақтың мақсаты тыныс алу жүйесінің мүшелерін атай отырып, әртүрлі жануарлардағы ерекшеліктерін, тыныс алу мүшелерінің құрылысы мен топографиясын меңгеру. Сабақтың нәтижесі тыныс алу жүйесінің мүшелерін, ерекшеліктерін, құрылысын және топографиясын біледі. Бағалау критерийлері: тыныс алу жүйесінің физиологиясын біледі, тыныс алу жүйесінің ерекшеліктерін, құрылысын, қызметін игереді. Тыныс алу жүйесінің механизмін, газдардың тасымалдануын, тыныс жиілігін, жануарлар дыбысын анықтай алады. Тыныс алу дегеніміз организмнің қоршаған ортадан оттегіні сіңіріп, көмірқышқыл газын бөлуі. Оттегі тіршілік әрекеті үшін қажетті энергия болып табылады. Бұл күрделі процесс сыртқы ортадан қабылданған қоректік заттардың тотығуы негізінде жүреді. Тыныс алудың мәні организм клеткаларын оттегімен қамтамасыз ету арқылы қоректік заттар құрамындағы энергияны биологиялық құнды түрге айналдырып, көмірқышқыл газын денеден бөледі. Тыныс алу процесінің арқасында организмге түскен оттегі клеткаларға жетіп, онда ол ірі молекулалы заттардан бөлінген көміртегі мен сутегіне қосылады да, ақырғы ыдырау өнімдері көмірқышқыл газы, су және басқа қосылыстардың құрамына енеді. Сүтқоректілердің тыныс аппараты 3 бөлімнен тұрады. Жоғарғы бөлім танау қуысы және жұтқыншақ, төменгі бөлім кеңірдек, бронх және бронхиолдар. Соңғы бөлімі оң және сол өкпеден тұрады. Мына суретте сүтқоректілердің ішінде жылқының тыныс алу аппараты көрсетілген. Оттегі танау қуысы арқылы ішке енгізіліп, жұтқыншақ, өңеш, кеңірдектен өтіп, өкпеге түседі. Өкпеге келіп түскен оттегі бронхлар мен альвеолларға жетеді. Екінші суретімізде балықтардың тыныс алуы. Басқа жануарларға қарағанда балықтың тыныс алуы желбезек жапырақшалары және желбезек доғасы арқылы жүргізіледі. Үшінші суретімізде құстардың тыныс алуы. Құстардағы ауа ерекшелігі ауа қапшықтарының болуымен сипатталады. Төртінші суретімізде қосмекенділердің өкпесі, бір жасушалы қарапайымдылардың өкпелері. Соңғы суретімізде сүтқоректілердің өкпесі. Демалу кезінде ауа жоғарғы тыныс жолдарына түсіп, онда шаң-тозаңнан тазарып, жылиды, дымқылданады да төменгі тыныс жолдарына енеді. Тыныс жолдарында жұтылған ауаның 30% қалады да, ол газ алмасу процесіне қатыспайды. Дем шығарған кезде алдымен организмнен сол ауа шығады. Осы себепті мұрын қуысынан өкпе көпіршіктеріне дейінгі жолды пайдасыз кеңістік деп атайды. Тыныстың түрлеріне қарай 3 түрге бөлінеді. Тыныс алуды қамтамасыз ететін еттердің типі көкіректік, құрсақтық, аралас. Көкіректік немесе кастальдық көкірек еттерінің басымырақ қатысуымен сипатталады. Құрсақтық абдоминалдық түр құрсақ еттерінің басымырақ қатысуымен сипатталады. Аралас костабдоминальдық аталған екі түрді типтегі еттердің қатысуымен жүзеге асырылады. Әртүрлі жануарлардың тыныс жиілігі: жылқыда 8-16, түйеде 5-12, ірі қарада 10-30, қойда 10-20, ешкіде 10-18, иттерде 10-30, құстарда 22-26-ға тең болады. Өкпенің тіршілік және жалпы сыйымдылығы деп белгілі бір мөлшерде ғана су сыйғыза алады. Мысалы, адам тыныс алғанда 500 мл ауа жұтып, сол ауаны шығарады, ал жануарларда бұл көрсеткіш 5 литрға дейін жетеді. Аталған тыныс ауасының
қосымша ауаның және қорадағы ауаның қосындысы өкпенің тіршілік сыйымдылығы деп аталады. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы малдың жасына, өнімділігіне, тұқымына және де басқа себеп шарттарға байланысты болады. Өкпедегі газ алмасу. Тыныс алу процесі кезінде организм атмосфералық ауаны қабылдайды. Оның құрамында 20,82% оттегі, 0,3% көмір қышқыл газы, 79,3% азот болады. Ал деммен шыққан ауа құрамында 16,3% оттегі, 4,4% көмір қышқыл газы, 79,7% азот кездеседі. Демек, организм көмір қышқыл газын көбірек мөлшерде бөледі. Тыныс ауасының және деммен шыққан ауаның көрсеткіші мына кестеде берілген. Оттегі тыныс ауасы кезінде 20,82, деммен шыққан ауа 16,3, көмір қышқыл газы 0,3, деммен шыққан ауа 4, азот 79,15, деммен шыққан ауа 79,70, су буы 0,15, деммен шыққан ауа 6,5-ке тең. Қан мен газдардың тасымалдануы. Қанның газдық құрамы өте күрделі. Газдар өкпеден тікандерге, тікандерден өкпеге қан арқылы тасымалданады. Олар қан құрамында екі түрде жүреді: еріген және қосылыс түрінде. Жануарлардың 100 мл қанында 20 мл оттек болады. Оның тек қана 0,3 мл ерітінді түрінде, ал қалған 19,7 мл гемоглобин және химиялық қосылыс түрінде кездеседі. Гемоглобин оттегімен тұрақсыз қосылыс оксигемоглобин түзеді. Алдарыңызда берілген формула H+ қосылған O2 теңдігі H+ O2, яғни бұл қайтарымды реакция гемоглобиннің формуласы. Оттегінде газдың тасымалдануы бұл өкпедегі дем алған кезде оттегінің көп мөлшерде, дем шығарған кезде көмір қышқылының көп мөлшерде шығарылғанын көрсетілген. Тыныстың реттелуі. Тыныс қимылдары дұрыс атқарылуы үшін көптеген еттердің үйлесімді жұмыс әрекеті керек. Дем алғанда бір мезгілде көкет, көкірек қуысының, таңаудың, жұтқыншақтың еттері жиырылады. Олардың жиырылу күшіне қарай тыныстың тереңдігі өзгереді. Дем жоғарғыда аталған еттердің бір мезгілде босаңсуының арқасында шығады. Тыныс алу процесін қамтамасыз ететін еттердің үйлесімді қызметі арнаулы тыныс орталығымен реттеледі. Мида тыныс орталығының болуы жайлы алғашқы болжамды 1812 жылы Легаул айтты. Осыдан 30 жыл өткен соң 1842 жылы Флуранс сопақша миға ине қадау арқылы тәжірибе үстінде тынысты тоқтатып, малды өлтіруге болатынын дәлелдеді. Сопақша мидың осы нүктесі өмір түйіні деген атқа ие болды. 1885 жылы орыс физиологы Миславский тыныс орталығының сопақша мида торлық құрылымның бар екенін анықтады. Құстардың тыныс алу ерекшеліктері. Құстардың тыныс алу органдарына көптеген құрылым және қызмет ерекшеліктері тән. Олардың тыныс алу жүйесі мұрын қуысы, жоғарғы және төменгі көмекей, кеңірдек, бронхлардан, өкпе мен ауа қапшықтарынан тұрады. Құс өкпесінің құрылысы кеңірдектен, өкпеден және ауа қапшықтарынан. Ауа қапшықтарының құстардағы ерекшелігі бұл құстардың ұшқан кезіндегі көмекші мүшесі болып табылады. Құстардың тыныс жиілігі. Кептерлерде 25-46, тауықтарда 18-34, үйректе 15-30, қазда 15-25, күрке тауықта 13-20-ға тең. Осы тақырып бойынша тапсырмалар. Бірінші тапсырма білу кезеңі. Осы тақырып бойынша бұл кестеде берілген білемін, білгім келеді, үйрендім.
Екінші тапсырма – бұл түсіну кезеңі. Осы тақырып бойынша сіздерге сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға жауаптар кестеге толтырамыз. Бірінші сұрақ: тыныс алудың биологиялық маңызы неде? Организмде не себепті оттегі қоры болмайды? Екінші сұрақ: тыныс механизмі қалай түсіндіңіздер? Үшінші сұрақ: тыныс жолдарының қызметі қандай? Және ең соңғы сұрақ: өкпе мен тікандерде газ алмасу процесі қалай жүреді? Үшінші тапсырма – қолдану кезеңі. Бұл тапсырмада кестені толтырыңыз. Алдағы берілген суреттерді қарай отырып, тыныс алу түрі берілген. Сол суреттерге қарап, тыныс алу мүшелерін және тыныс алуға тән организмді атап кестеге жазыңыз. Төртінші тапсырма – талдау кезеңі. Бұл кестеде сіздерге плюс, минус, қызықты деген бағандар берілген. Плюс бағанына сабақта ұнаған кезеңдердің барлығын жазамыз. Минус бағанына осы ақпарат бойынша керексіз және пайдасыз болған ақпаратты жазамыз. Қызықты бағанға студенттер өзінің қызығушылық тудырған деректерін, әдістері туралы жазып, кестені толтырыңыз. Бағалау кезеңі. Бұл жерде сәйкестендіру тесті. Берілген сұрақтарға дұрыс жауапты қойыңыз. Бүгінгі тақырыпта пайдаланылған интернет-ресурстар: ветеринар.ру сайты және казвет.кз сайттарынан бүгінгі тақырып бойынша толық ақпаратты ала аласыздар. Үйге тапсырма. Тілеуғали Несіпбаев авторы. Кітаптың аты «Жануарлар физиологиясы», Қайнар баспасы, 127 және 157 бет. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.